ктл интенсив онлайн курсының 17-ші есебі. Бұл бізде екінші күн. Қарастырайық. Мынандай бір шаршылар берген. Шаршылардың ішінде әртүрлі фигура бар. Осы фигуралардың нешеге тең екенін таба отыра, соңғы белгісіздің орнында не тұру керек, соны табамыз. Енді қарайық. Біріншісінде екі дөңгелек. Екі дөңгелек өзара тең. Яғни біз боялған дөңгелекті мысалы бірге тең деп алайық. Мына бірге тең болсын, мына бірге тең болсын. Бір өзара тең. Жақсы ма? Енді мына жерде үшінші шаршыны қарасақ, екі дөңгелек берген. Бұл бірге тең болса, бұл бірге тең болса, бірдің бір қосындысы екіге тең. Мына екі дөңгелек екіні береді. Сәйкесінше ол бір шаршыға тең екен. Сонда шаршының өзі, жалғыз тұрған шаршы екіге тең екен. Мына жер 2, мына жер 2, мына жер 2, мына жер 2. Екеуі де 4-ке тең, екеуі де 4-ке тең. 4 пен 4 өзара тең. Енді қараңыз. Төртінші шаршыны қарасақ, екі шаршы берген, шаршыларды білеміз, 2-ке тең екен. Сәйкесінше бұл екі шаршы қосындысы 4-ке тең. Бұл 4-ке тең сол жағы, ал оң жағы да сәйкесінше 4-ке тең болады. Ал оң жағында жай ғана бір үшбұрыш тұр. Сонда үшбұрыштың мөлшері 4-ке тең екен. Біз осылай әртүрлі атау беріп алдық. Енді соңында қайсысын орындалады екен, әр жауапты жеке-жеке тексеріп табатын боламыз. Бірінші А жауабын тексерейік. Квадрат бізде 2-ке тең. 2, 2, қосындысы 4-ке тең. Үшбұрыш бізде 4-ке тең, ал дөңгелек боялған 1-ге тең. 4 пен 1-дің қосындысы 5-ке тең. 4 пен 5 өзара тең ба? Жоқ, тең емес. Сондықтан А жауабын ала алмаймыз. Келесі, Б жауабын тексерейік. Үшбұрыш бізде 4-ке тең, төртбұрыш бізде 2-ке тең, ал дөңгелек боялған 1-ге тең. 2 мен 1-дің қосындысы 3-ке тең. Сол жағы 4-ке тең, оң жағы 3-ке тең. Бұл екеуі өзара тең бе? Тең емес. Яғни сол жағы үлкенірек. Келесі, С жауабын тексерейік. Үшбұрышымыз бізде 4-ке тең, және 3 дөңгелек берген. Дөңгелектің әрқайсысы 1-ге тең. 3 дөңгелегіміз 3-ке тең. 4 пен 3 салыстырсақ, 4 үлкен, яғни бұл екеуі өзара тең емес. Сондықтан С жауабында ала алмаймыз. Д жауабын тексерейік. Бізде сол жағында бір квадрат берген, ол бізде 2-ке тең. Оң жағында үшбұрыш берген, ол 4-ке тең, ал дөңгелек 1-ге тең. 4 пен 1-дің қосындысы 5-ке тең болады. 2 мен 5. 5 әрине үлкен. Яғни бұл тараздағы фигуралар өзара тең емес. Сондықтан Д жауабын ала алмаймыз. Келесі, Е жауабына көшейік. Бізде үшбұрыш берген, үшбұрыш 4-ке тең. Және 4 дөңгелек берген. Бір дөңгелек бізде 1-ге тең. Сәйкесінше 4 дөңгелектің қосындысы нешене 4 береді. 4 пен 4 өзара тең. Сәйкесінше Е деген жауаптағы таразылар өзара тең екен. Біздегі барлық шаршылар өзара тең болып тұр ма? Сондықтан біз Е жауабын аламыз. Және бұл бізде дұрыс жауабы. Рахмет.